Жаз кезінде өзіміз үйде барда, күндіз біздің үйдің есіктері еш жабылмайды. Даладан жарық пен таза ауа кіргізіп, есік жабық болса, мұрынды дереу бітеп қалатын көк иісінен жайымызды сақтап тұрады. Егер бар болып қарынға тамақ салып алса, жан сақтаудың бұл да таптырмайтын тәсілі. Ал жоқ болса, оқасы жоқ. Адам тамақ ішпейде өмір сүре алатын біз тәжірибеде көріп жүрген жандармыз. Есік жабық кезде үй ішіндегі адамдар біреуін-біреуі әзер көреді. Дастархандағы тамақты әзір таниды. Әйнектерін кіріп асқан бір ғана ойық терезе үйге түсер жарықтың қас жауы. Әлгіндей терезеде желдеткіш бола ма? Есік жабық болса, еңсең басылып үйде емес үңгірде отырғандай боласың. Таңертеңгі уақыт, екі есіктің екеуі де ашық. Төр үйде сыз еденге төселген құрым киіздің үстінде төрт көзіміз түгел азанғы шайымызды ішіп отырмыз. Шай емес-ау, ақсу. Төрт көзге кіретіндер әкем Ыдырыс, шешем Әспет, тәтем әкемнің інісі Смағұл, ағайым Сатылған және мен. Бір үйде 5 жанбыз. Ауылдағы үлкен де емес, кіші де емес, орташа семья. Арық тізесі ағаштай сорайып, егін тіреген ауру шешем жез шәугімнен ақсу құйып отыр. Еденге жая салған жамаулы шыт дастархан. Дастарханның дәл орта тұсына құрсаулы қоңыр жағал ағаш тостаған мен қара талқан қойылған. Тостағанда бір ғана ағаш қасық. Жұмыскер қасықта дамыл жоқ. Тостағанды шырайын алып әркімнің алдына бір барады. Әр ауызға талқанды бір жеткізіп қайтады. Әкем Ыдырыс кең өңеш қомағай адам. Қасық оның қолына тиген кезде тостағандағы талқанның бір жамбасы үңірейіп қалады. Науқасшың шешең қасыққа серік қол созады. Жұтсаң кебек жұтқандай өңешті тұтқырлап ұстап қалатын дәмсіз қара талқанды ол дені сау біздерге ұқсап қарпып жей алмайды. Мүмкін болса бір уыс, жарым уыс ақ талқанды өзіне бөлек жасап жейді. Бір түйір, жарты түйір тәтті табылса, аузының дәмін алып ақсуды сонымен ішеді. Мен ішерімді бағана ішіп болғам. Сонда да дастархан басынан тұрып кете алмай жіпсіз байланып отырмын. Оның сойылдай мықты себебі бар. Кенет ауыл қазағының дағдысымен есік қақпастан екі адам салаң етіп кіріп келді. Ассалаумағалейкум. Әлейкумассалам, төрлетіңіздер. Ұзынды қысқалы екі еркек аласа есікті денелерімен бітеп қалбайып тұр. Оның бірі тәпелтек бойлы жалпақ жігіт Ұзақбай, ондағы ауыл совет хатшысы. Екіншісі дембелше толық денелі ақсары жігіт Бейтаныс. Ұзақбайдың қолында папкасы бар. Мен оның папка ұстамай жүргенін көрген емеспін. Бейтаныс жігіттің де қолында кітап қағаздар бар. Шайға келіңіздер, деді әкем мен ағаларым бұлай-бұлай сырғып тосыннан салаң ете қалған қонақтарға төрден орын босатысып жатыр. Папка қағаздарын төрдегі жүктің үстіне қойды да қонақтар отырысты. Бейтаныс жігіттің кигені қайырма жағалы сырт жейде галифе шалбар етік, беліне жалпақ қайыс белбеу буынған. Кепкасын шешіп, оны да жүк үстіне қойып жатыр. Басы қасқа бас екен, жалтыр кең маңдайы ал екеуім үйдің ішінде шарқ ете қалды. Тосын кісілердің келуіне байланысты туған азғар балас маған жақсы болды. Дастарханның шешем жақ бұрышында шоғыр болып 4-5 тал домалақ арзан кәмпиттер жатқан. Манадан сұғымды қадап тұрып кете алмай отырғаным да сол еді ғой. Қолыма ілінген бір тал кәмпитті көз ілеспес жылдамдықпен қақшып алдым да мен дағы қонақтарға орын босатқан болып түрегеп кеттім. Ұры мысықша жымып есікке қарай жөнеп барам. Дәл осы кезде Ұзақбай, «Әй, тоқта!» деп дауыстай қалсын. Селк етіп тоқтай қалдым. Қолға түсті деген осы. Ұзақбай үлкен басын әкеме қарай бұрып, «Ыдеке, мына балаңыздың жасы 8-ге толды ма, нешеде?» «Қайтеді?» «Биыл біздің ауылда мектеп ашылады», деді Ұзақбай. «Мына кісі бала оқытуға келген мұғалім, соға мектепке баратын балалардың тізімін алып жүреді». Мен дедім. Қолға түспеген екем. Мектеп ашылады деген хабарға құлағым елең ете қалды. Менің жасым түгіл өз жасынан жылда шатасатын момын әкем менің қаншада екенімді дәл деп айта алмады. «Қайдам, Әспет білмесе», деп өзінен гөрі зейінді шешеме қарады. «Ауылдағы Наурыз көжеде 9-ға толады. Ырысжан күйеуге берілетін жылы туған», деді шешем. «Ырысжан қайда, мұнда берілмеді ме?» «Мұнда емей-ақ дәл осы жылы болатын. Кебеже жәкемдікі бәріміз ана ар жақта Қарасудың бойында отырғанда туған. Молда қожаны құтырған ит талайтын жылы». «Шөп шабыс кезі болатын», деп әкем есіне енді түсіре бастады.
Бұның туған жылы қай жыл екенін айтсаңыз, мен есептеп шығарайын, деді ақсары мұғалім. Ол салмақпен баптап сөйлейтін адам екен. Шешем менің тышқан жылы туылғанымды айтты. Қасқабас мұғалім саусақтарын жұмып есептей бастады. Тышқан жылы болса, тышқаннан кейін сиыр 1, сиырдан кейін барс 2, барстан кейін қоян 3, қояннан кейін ұлу 4, ұлудан кейін жылан 5, жыланнан кейін жылқы 6, жылқыдан кейін қой 7, қойдан соң мешін 8. Биыл мешін, дұрыс айтасыз. Балаңыз 8 жасқа толып, енді 9-ға қараған. Оқу жасына толыпты. Қасқабас мұғалім тізімге жазбас бұрын, оқығың келеді ме? Деп сұрады. Мен құлшынып, келеді, дедім. Өмірі тіл сындырып, оқу тұрмақ, оқулық дейтін нәрсені қолға ұстап көрмеген дүм қараңғы әкем үшін оқу, ол менің қолымнан келе қоятын нәрсе емес. Бала неме ми ашып кетіп жүрмесе, деп ол мұғалімнің бетіне шүбәлана қарады. Ашымайт, оқимын, дедім. Біздің үйдегі бірден-бір оқудың дәмін татып көрген адам Сатылған ағайым. Ол бұдан 4-5 жыл бұрын осы ауданның Қолтық дейтін жерінен 3 класс оқып келген. Сатылған мені қостады, оқиды. Қостөбеде мектеп ашылатын бопты. Бала оқытатын мұғалім кепті деген қуанышты хабар әр үйдің түндігін бір желпең еткізді. Бұған әсіресе балаларымыз. Сіз тақыр шөлге су келгенін көргеніңіз бар ма? Бұл аспаннан нұр жауғанмен бірдей. Жұрттың бәрі қуана дабырласып мәз-мейрам болсады. Үйден үйге жүгіріп, су келді, су деседі. Ғасырлай бойы қараңғылықтан соққы жеп келген халыққа жарқырап білім сәулесінің жетуі қуарған қу мекен шөлге тіршілік нәрін беріп, сыбдырап су жеткенмен бірдей еді. Үркердей ауыз ауыл, Қостөбеде бұған дейін жаңаша мектеп болмаған. Жұрт балаларын Нарынқол, Сүмбе, Жалаңаш тәрізді жырақтағы мектептерге апаратын. Оған өзі ашарық қолы қысқа, халықтың бәрінің бірде шамалары келмейді. Сондықтан да біздің ауылдың оқу жасындағы балаларының көпшілігі әлі күнге мектеп есігін ашып көрмеген. Оқу оларға созса қол жетпейтін алыс армандай көрінетін. Сол арман бірақ күнде топ етіп алақанға өзі келіп қонғалы отыр. Қазақ айналайынды шілдей тоздырып көгертпей келген бір көне дерт бар. Ол аталастық рушылдық алакөздігі. Киікбай мен Найза түбі бір атадан тараса да, екеуі ылғи екі жік. Бір артельге бас қосып отырса да, екеуі екі бригада. Іргелері тиіссе өрт шығатында екеуі екі бөлек қоныстанған. Найза ауылы, Киікбай ауылы деп бөлек-бөлек аталады. Мектептің ашылған жері Киікбай ауылы. Таңертеңгі шайымызды ішіп алып, Садық екеуміз күндегі дағды бойынша жар жағалап, ойын қуып кетіп бара жатыр едік. Кенет қарсы алдымыздан салт атқа мініп, одыраңдаған бригадир Нұрғазы шыға келді. Бізді мал қайырғандай қайырып, «Әй, қайтыңдар, мектепке барасыңдар. Бүгін оқу басталатын күн екенін білесіңдер ме?» «Қайдан білейік? Бүгін сентябрьдің 1-і, оқу басталатын күн екен. Бүкіл жан-тәнім ойынға бейімделіп келе жатқандықтан мен әнеу күні оқимын деп тізімге құлшынып жазылғаныма тап осы арада қатты өкіндім. Қазір маған оқудан ойын 1000 есе қымбат еді. Оқудың бүйтіп міндет болып келетінін мен қайдан білейін? Мойынға бұғалық болып түсерін қайдан білейін? Нұрғазы еркімізге қоймады. Алдына салып айдап алды. Басымыз ауған жаққа қаңғып жөнелетін қайран еркіншілік өмір енді біткен екенсің деп қайғылы ойға келдім. Үйден жоспарлап шыққан неше алуан қызық ойындардың бәрі қалғалы отыр. Ана үй, мына үйден жинастырған бала саны көбейе берді. Айдайшымыз Нұрғазы қойша топырлатып қуалағаннан қуалап 2 шақырым жердегі Киікбай ауылына алып келді. Мынау міне мектеп. Ауылдан шеткерек шаңы аз көгал жерге тігілген кәдімгі киіз үй. Осы киіз үйде біздің тұңғыш сабағымыз басталды. Мұғалім әнеу күнгі қасқабас жігіт Ныспысы Сағатбай Хасенұлы. Ол кезде жарымыншы класс дейтін болатын. Сол біз жарымыншы классқа жиналған. Бұрын мектеп көрмеген. Жалпы санымыз 30 шақты. Жарым-жартымыз Киікбай, жарым-жартымыз Найза ауылының балаларымыз. Парта жоқ. Бірімізге біріміз сығылысып, малдас құрып жерде отырмыз. Киіміміз былғанады. Астымыздан сөз өтеді деп қорқыншықтайтын біз емес. Күл мен топыраққа еркін аунап өскендігімізді көрсетіп, мұғалім отырыңдар дегенде шөге-шөге кеткенбіз. Сауатымыз бірдей болғанмен жастарымыз бірдей емес, алағұламыз. Ең кіші дегендер мен шамалас. Ең үлкен дегендер 15-16-ға келіп қалғандар.
Кәдімгідей мұрт шығып жігіт бола бастаған балалар бар. Бәріміз жарымыншы класс. Көбекбайдың Жүнісбайы, Батырханның Жанбосыны, Шықабайдың Тұрсынбайы баяғы заман болса, әйел алуға жарап қалған соқтауылдай жігіттер. Олар да жарымыншы класс. Мұғалімнің алдында шағын тақтай стол. Жап-жаңа қызыл шүберек жабылған. Осы қызыл шүберек бүгіннен салтанатты күн екенін аздап болса да білдіріп тұрғандай. Қасқа бас мұғалім сүйкімді жұмсақ адам. Көзқарасынан жып-жылы нұр себелеп тұрғандай болады. Дауысы да мәнерлі, құлаққа да жағымды. Бірінші күнгі сабақты ол түгелдей әңгімеме өткізген еді. Өзім өз боп, мен дәл осындай әңгімешіл адамды көрген емеспін. Дүниеде білмейтін нәрсесі жоқ. Ғылым жайлы, қазақ халқының өткені мен болашағы жайлы, патшаның құлауы жайлы, Ленин жайлы көп әсерлі әңгімелер айтып берді. Біз аузымызды ашып, үйіп тыңдағанды ғана білдік. Сағатбайдың әңгімелерінен мен дүниенің төрт бұрышына сапарша қайтқандай болдым. Бір ғана күннің ішінде білмесімді біліп, ақыл-ойға кемелден іштей түлеп шыға келгендей болдым. Бағана Нұрғазы оқуға барасың дегенде, ойынды қимай көңілім күрт түсіп кеткенін есіме аламын. Оқуды мойныма бұғалық түскенде көріп едім, оның бәрі бекершілік екен. Оқуға жазылғаным қандай жақсы болған. Сағатбай әңгімесінен мен біз секілді кедей балаларының оқуға қол жетуі тек Совет үкіметінің арқасы екенін білдім. Лениннің арқасы. Бұрынғы заман болса оқу қайда бізге? Байдың қой қозысын бағамыз, малай боп өмір кешеміз. Лениннің оқы және оқы деген әйгілі сөзін сол күні Сағатбайдың аузынан естідім. Сағатбай әңгімелері ғажайып қызық ертегі тәрізді. Қанша тыңдасам тыңдай бергім келеді. Еш жалықтырмайды. Мен дүниедегі данышпанның данышпаны мұғалім екен деген ойға келдім. Өскенде Сағатбайға ұқсап мұғалім болуды армандадым. Балаларды аузыма қаратып, мен дағы неше алуан қызғылықты әңгімелер айтып берсем деймін. Киіз үй мектепте оқып жүріп жаттық. Әліппе жетіспейді. Екеуі ара бір оқулық дәптерді тіземіздің үстіне қойып, немесе жерге етпеттеп жатып жазамыз. Бір күні бормен жазатын тақта пайда болды. Класком, тазалықшы сайлап алдық. Класком болып пысықтығымен бүкіл ауылға әйгіленген Жүнісбай, тазалықшы болып ішіміздегі ең таза ұқыпты Майра сайланды. Сағатбайдың алдында кішкентай сары жез қоңырау шылдыр-шылдыр еткізіп үзіліске шығарады. Сағатбай бала мінезді, ойын құмар адам. Үзіліс кезінде бізбен бірге қосылып ойнайды. Қалайда бізді зеріктірмеудің өзі де зерікпеудің амалын ойлап табады. Мысық тышқан, ақсерек, көксерек, үшінші артық секілді ойындар ойнайды. Сағатбай ойынға жан тәнмен беріліп, осыдан өзіне рахат тауып, қызып ойнаушы еді. Кішкентай балалардың біреуін мысық боп қуалағанда көздері мысықтың көзінде жайнап, түр түсіп біртүрлі айбаттыланып, еліп кетеді. Сен тышқан болғанда артыңнан нағыз шын мысқан қуып келе жатқандай әрең қалмайды. Әурда мол денесімен қатты қызып жүгірген кезде Сағатбай егін алқымына тығып алушы еді. Қашан тышқанды қуып жетіп бас салмайынша жаны жай таппайды. Оқулық қана емес, қарындаштың да тапшы кезі. Бір күні Сағатбай классқа бір уыс қарындаш алып келді. Екеуі ара бір қарындаштан үлестірді де, өздерің пышақпен бөліп алыңдар деді. Осы арада класста біраз дау жанжалдар туып қалды. Бөлінген қарындаштардың бір жағы ұзындау, бір жағы қысқалау болып шығады. Әркім ұзынырағын алғысы келеді. Тоқтаңдар, бөлмей тұра тұрыңдар. Сағатбай осыны айтты да жерден қарындаштың ұзындығындай бір тал шөп тауып алды. Оны қарындаштың бойына дәл етіп туралады. Сосын екі бүктеп сындырды да әр сынық қарындаштың тең жарымы болатынын, яғни қарындаштың дәл ортасын табудың қарапайым тәсілін осы екенін көрсетті. Осы бір оп-оңай ақыл біздің басымызға нақып келмеген. Ал енді ұзынды қысқалы боп бөлініп қалған қарындаштар бар емес пе, оларды қалай етеміз? Сағатбай бұған да ақыл айтты. Жеребе салып ешкім ренжіместей етіп бөліп берді. Жеребесі мынадай. Қарындаштың екі бөлігінің де ол кесілмеген ұштарын теңестіріп, кесілген жағын көрсетпей ұстап тұрады. Таласушы балалардың біріне қане қалағаныңды суырып ал дейді. Суырасың. Ұзыны кезгеле ме, қысқасы кезгеле ме, өз бақтың. Ақылдылық тек үлкен істен байқалмайды. Ұсақ түйектен де анық көрініп тұрады. Сағатбай сабақ беруде ғана емес, тұрмыста кез боп қалатын ескерусіз жайттардың бәрінде де тапқыр адам еді.